Қазақстандағы 90 шақты блогерға заңсыз лотерея ойнатқаны үшін ойын бизнесін реттеу комитеті 40 миллионға жуық штраф салынған. Қазір менде список бар қолымда, барлығымыз бірге қарайық. Давайте бірге оқып шығайық. Қайсар Қамза 1 миллион 179 мың теңге дейді. Алмасбек Батыр 589 мың теңге. Амина Нұртаза 825 мың теңге дейді. Масқара. Джаскинг 1 миллион 179 мың. Әлі, кстати, үй ойнатылған жоқ. Одан кейін Мереке 589 мың теңге. Рамазан Амантай 393 мың теңге. Үлдір Мұқан 589 мың теңге. Азеке 786 мың 400 теңге дейді. Азекенің что-то ойындары последний время көп болып кетеді. Арай 589 мың 800 теңге. Ерболат миллион командасы 196 мың 600 теңге. Архан Жолшыбеков 393 мың 200 теңге дейді. Мына списоктың, в общем, шегі жоқ, ішінде неше түрлі жаңа WhatsApp группалары бар, Telegram каналдары бар, TikTok аккаунттары бар. Көбіне достар штраф салынған, потому что последнее время осындай лотерея өте көп болып кетті. Біреулер жаңа машинаны өртеп отырады, біреулер өтірік айқайласып отырады. Соған халық сенеді, барып билетін сатып алады, и соңында өздері ұтпай қалады. Өздерінің адамдарына беріп жіберіп жатқан моменттерді көріп жатырық. Жаңағыдай қағаз бет суырып жатқанда өзінің адам ішіне салып жүріп жатқанды көріп жатырық. Неше түрлі варианттары бар. Енді барлығы өтірік сайт деп айтпаймын, ішіне әділ сайтындар бар шығар, бірақ реально последнее время көп болып кетті. Менің ойымша даже мына штрафтардың өзі бұларға аз деп ойлаймын, потому что олар одан миллиардтап, миллиондап нормальный ақша тауып жатыр сол лотереядан. Сәлем болған, мен детектив, менің инстаграмға тіркеліп кетіңіздер. Осындай лотерея, курс, киев, жаңағы билет, неше түрлі нәрселерге жақындамаңыздар. Адал еңбекпен ақша табыңыздар, барлығы өтірік жақындамаңыздар. Вообще сенбеңіздер. Аман саулықта жүзгенше менің инстаграмға обязательно тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар достар. Танымал адамдардың бар ғой, тегін тыңдайтын психологы біз болдық, ел болдық. Бәріміз отырып алып, осының басын бастаған бірнеше қатын бар танымал. Жеке өмірлерін жыр етті ғой, жыр етті. Біреудің байын тартып алды ма, біреу қашты, біреу қуды. Енді кім қалды енді, кім бар, не бар деп отырмыз енді. Актрисаң қалды, актриса дейсің ба, ойбай актердің қатыны дейсің ба, анау дейсің ба, мынау дейсің ба, журналист дейсің ба, телеведущий дейсің ба, екінші әйелім, үшінші әйелімі тартып алдым, қашып алдым, қашып қудым, қашып бара жатырмын, алып келе жатырмын, салып келе жатырмын. Бір ұят бар ма сендерде? Әлеуметтік желідегінде бір нәрсені үйренсек дейміз, түйін сөзді түйреген тыңдасақ дейміз, бір нәрсені іліп алып кәсіп жасасақ дейміз. Сендердің осы жырларың бітпейтін болды ғой. Отбасы құндылығы деген әдірем қалған заман болды ғой. Не болды? Отырайық сол. Не істедің, қашан жаттың, қашан қойдың? Осы қызық па бізге? Қызық емес. Сендердің психологың болып айналайын. Кім анау? Менмін дегеннен бастап анау бір салонда тырнақ жасап отырған қыздарға дейін сендерді айтып отыр. Бір үйде бірнеше адамда ерлі зайыпты болып сендер үшін қырылып жатыр. Артты ашу, алды ашу деген осы екен деп бірін жаңағы масқара ету позициясына көшіп бара жатыр. Үлгі болып жатқан жоқсыңдар сендер. Елді масқара етіп, қазақ деген қандай десе, бірін аңдыған, бірін қуған, бірін масқара еткен халық бұл. Енді осындай атақты алып, медаль қып тағатын жағдайға жеттік. Мін сол. Талғар қаласындағы үстінен сот жүріп жатқан Қасымбаев Хасанның әйелі сұхбат берді. Сұхбатында ол өзінің күйеуінің ешқандай хуторский опығыға қатысы жоқ, және Хасан Қасымбаев қайырымдылықпен айналысады. Мен өзім ешқашанда Талғарда қанша тұрып жатсам да естімеппін хутор деген жаңағы опығыны дейді. Сұхбатында дәл осылай айтып жатыр. Және Хасан Қасымбаев қанша бизнесі болса да көптеген детдомның балаларына және қайырымдылықпен айналысады екен. Әйелінің айтуы бойынша, және оны білетіндер де комментария жаза кетіңіздер, қандай қайырымдылықпен айналысады, қандай көмек тиіп жатыр халыққа. Бірақ осы уақытқа дейін осы Шерзаттың ісіне дейміз Хасан Қасымбаевты естімеген едік. Сондықтан да енді көбісінің айтуы бойынша, комментария айтуы бойынша, Хасан өз бизнесін жасап жүрген адам, үлкен елуге келіп қалған кісі, жай жас балалар сол Шерзатпен төбелесіп жатқан кезде Хасанның атын айтып қалуы әбден мүмкін, аты қалай шығады дейді. Бірақ хуторский опығы жоқ дегенге қарағанда енді сотталушылардың бірі инстаграмда хутор деп оқпен жазылған сурет салған болатын. Ол не мағына береді екен? Дәл осындай қазір енді Хасан Қасымбаевтың үстінен сот жүріп жатқаннан кейін әйеліне де Айран телеканалы сұхбат алған екен, осындай сөздер айтты. Ағайындар, кеше Нұрлан Смағұлов айтып жатыр, завод салға $400 миллион кетті дейді. Өзі миллиард
$300 миллион Народный банкке қарыз екен. Енді ойлаңыздар, қарыздың барлығын искусственно жасап тұр. Олигархтар бірінші қарыз алады, бәленбай миллиард. Оның даже без залога $1 миллиард не залог салады? Сол салып атқан завод салып жіберген шығар мысалға. И завод істесе істейді, істемесе өзінің пайдасын алады. Удильсбор, Медильсбор соны байытып жатырмыз. Народный мен жаңағы Смағұловты, көрдің ба, қазақтың барлығы соған жұмыс істеп жатырмыз да, былай қарасам. Через Смағұлов Назарбаевқа кетеді, система осылай. Енді ойлаңыздар, 400 миллион бір завод салатын болса, осындай үлкен завод, Қазақстанда 20 облыс бар, әрбір облыста 10 аудан бар дейік, 200-ді көбейтсеңіз 400 миллионға $80 миллиард. $80 миллиард мен Қазақстанның шаруасы шешіледі. Назарбаев 500 миллиард қарызға тығып кетті. Ойлаңыздар, 80 миллиард болды. Осы заводтар плюске келеді, сол район содан пайда табады, содан үй салады, содан болды. Қазақстан мұнай газ бәрін тоқтатып тастаса болады. Мысалы компаниялар, жаңағы 200 компания кірсе, біреу Toshiba, біреу Sony, біреу жаңағы Siemens, біреу жаңағы транснациональный крупный компаниялар кіретін болса Қазақстанға, бірақ Назарбаев кіргізбейді, көрдіңіздер ме? Өзі тығады, өзім істеймін бәрін, өзім істеймін, өздерінің адамдары бәленбай ақша. Егер осыларды 30 жыл бұрын берген кезде біздер уже қаншама нарық, қаншама осып кететін едік, Қытайдан да, Япониядан да осып кететін едік. $80 миллиард мен бүкіл Қазақстанның шаруасы шешіліп тұр екен да. Мұнай газ ештеңе, уран еш нәрсе керек емес. Не деген ақша? Миллиардтаған. Ойлаңыздар. Қазақстанның ақшасы страшно. Бәрі тоқалдарға кетеді. Енді кеше құспат тоқалдарды заңдастырайық дейді, көрдіңіз бе? Не үшін заңдастырады? Бүкіл фирма солардың атында. Ертең тоқалдарды айтып отырмыз, қыс жіберу, тоқалдарды қамасақ бәрі шығады десе, уже жаны шығып, құспан шығып жатыр. Достар, жастар айналайын. Негізі мен автобус туралы әңгіме айтқан кезде орын бермеңдер дегенде қалай айтқам, соған қарай көшейік. Орын берсеңдер үлкен кісілерге до такой степени санасы болып кеттіңдер. Ол сендер что-то жастар ұрсын. 50-де 50 болып атқан жоқ, 70-де 30 болып атыр. Жастар 70% неправ болып атыр. 30% кемпірлеріміз, шалаларымыз неправ болып атыр. Қалай? Автобус метроға кірген кезде бүйтіп отырады. Деп. Жынды ма? Не болды саған? Еркектерді айтсашы, ойбай, сұмдыға. Өңшең жігіттер, еркектер. Жігіттер не болды? Өңшең қатындар тұрып тұрады. Бәрі әйел, жас қыздар пакет-сакетпен. Біздің еркектер рахат, молодец. Мен сендер обязан айтқан жоқпын, по факту. Просто еркек бастарымен стрёмно да. Ойлашы, алдыңда өңшең әйелдер тұрып тұрады. Еще үлкен әйелдер бар. И әйелдер келді да, үлкенірек кісілер 40-тан асқандар, 50-тен асқандар келеді да. Қыздарды шықиды ғой. Немене орын бермейсің сен? Тұр! Деп. Зачем? Мужчины сидят, еркектер. Ойбай, мужчина деп айтамыз оларды біз. Еркек деп айтамыз ғой. Соларды тұрғызыңдар. Жоқ, біздің қазақтың әйелдері, кемпірлері ер балаға сөйлемейді ғой. Қызды чымарт ету, қызды тұрғызу норма. Еркек баланы тұрғыздыру орнына стрён. Жоқ, жігіттер, по факту дегенде орын беріңдер. Өңшең әйелдер тұрады бүйтіп. Деп, еркектер осылай тұрады. Әйелдер байқұсап тұрады. Пакетпен, сумкамен, ешкім ештеңе демей тұрады. Еркектер отырады рахат. Деп. Не болып кеттіңдер? Мә, сұмдық қой мынау. Сұмдық. Өліпсіңдер ғой орынға. Сосын андай бар, автобус бүйтіп орынға бір отырайын деп атсаң, бір жігіт деп итеріп бүйтіп. Деп. Ойбай, сендер отыра берші. Сосын жылайсыңдар. Неге қыздар бізбен бірдей болады деп айтады? Олар бізден бір сат төмен деп атасың басы қош, дорогой мой. Қайдан саты бір сат төмен тұрасың, егерде сен соры жоғары тұра алмайтын болсаң?